Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бүгін бейбайша түскі асқа, таңғы асқа осылай ерекше тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ал менімен бірге болыңыздар, бисмиллах деп бастайық. Бірінші осындай шұжықтарымызды тазалап алып, сыртын тазалап, осылайынан турап алатын боламыз барлығын бірдей қылып. Шұжықтың орнына колбаса қоссаңыздар да болады. Ол өз еріктеріңізде. Осылайынан барлығын дөңгелек тәріздес қылып, бірдей көлемде кесіп алатын боламыз. Одан кейін қызанағымызды, бұны ыдысымызға салып қойып, қызанағымызды төрт бұрышты қылып, бұны да турап алатын боламыз. Көбірек қоссаңыздар да болады қызанақты, осылай турамай блендермен езіп алсаңыздар өте әдемі шығады. Осылайынан төрт бұрышты қылып, барлығын бірдей қылып кесіп алатын боламыз. Керек емес жерлерін алып тастап отырамыз. Осылайынан барлығын турап, бұны да бір ыдысымызға салып алатын боламыз. Салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Дәл осы тұрған жерінен салып жере салдым мен. Осылайынан барлығын турап, әдемілеп ыдыстарымызға салып қоятын боламыз. Менде мына жерде жұмыртқа бар, теркадан өткізілген сыр қосатын боламыз. Және описание бөліміне барлығын жазамын, сол жақтан қарап жасасаңыздар болады. Барлығын осындай біркелкі қылып турап алатын боламыз. Енді табамызды отқа қойып, үстінен май құйып, майымызды құйып, майымыз қызғанша күтетін боламыз. Қызған майдың үстіне жаңағы турап алған шұжықтарымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз бұны. Осылайынан сулар шашырап, осылай болады. Қақпағын жауып қойып пісірсеңіздер болады. Осылайынан қақпағын жауып қоямын мен. Өзі әдемі болып піскен кезде үстінен қызанағымызды салып, бұны да жақсылап сөлі шыққанша бұны да қуырып алатын боламыз. Және бетінен кішкене тұз сеуіп жібереміз да, бетін жауып, бұны да қойып қоятын боламыз. Көп тұрмайды, кішкене сөлі тарқағанша осылайынан қуырып отыратын боласыздар, бетін жауып. Оның үстінен жаңағы жұмыртқамызды тұз сеуіп жіберетін боламыз. Татымына қарай тұз сеуіп, одан кейін жұмыртқаларымызды салып, барлығын пісіріп алатын боламыз. Тұзын араластырып жібересіздер, одан кейін үстінен осылай жұмыртқамызды жарып шығатын боламыз. Бұл жерде 4 адамға арналған ас. Сіздер көп мөлшерде істесеңіздер де болады. Осылайынан барлығын салып, табамыздың астын, газымыздың астын төмендетеміз да, бетін кішкене тұз сеуіп жіберіп, қақпағын жауып қоятын боламыз. Және осылайынан әдемі болып пісіп бастағанда, жұмыртқамыз пісіп, ағы піскенде үстінен сырымызды сеуіп шығатын боламыз. Теркадан өткен сырымызды. Және бір 2 минутқа крышкасын жауып қоятын боламыз. Біздің таңғы асымыз, я болмаса түскі асымыз дайын болды. Жасап көрлеріңізге кеңес беремін. Бізге ас болсын. Сау саламатта болыңыздар.